Отан отбасынан басталады облыстық форумның қорытындысын жариялағалы отырмыз. Бұл енді отбасылық құндылықтарды насихаттайтын жаңағы сайыстардың бірі, форумның бірі. Енді бұл жерде ең бастысы өнегелі ұрпаққа бұл үлкен тәрбие, жаңағы отбасын қалай құру, отбасында қалай бақытты болу, қалай келер ұрпақты тәрбиелеу, тәрбиелік маңызы өте зор форум. Бұл жылдан жылға өтіп жатқан дәстүрлі форумдардың бірі. Бүгін 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай Шығыс Қазақстан облысында отан отбасынан басталады атты облыстық форум өтуде. Бұл облысқа барлық Шығыс Қазақстан облысының аудан қалаларынан отбасылар қатысып отыр. Негізгі қатысып отырған отбасылардың басым көпшілігі бұл көп балалы отбасылар, жасы көп балалы отбасылар және бірнеше жыл бойы бүкіл өмірін бір ғана салаға арнаған жаңағы отбасылық династия дейді ғой. Сондай отбасылар қатысып жатыр. Әрінің өзінің критериялары бар. Сол критерияға байланысты бұл біріншіден тәрбие, отан отбасынан басталады деп айтамыз ғой. Негізі отбасылық құндылықтардың барлығы осы кішкене шағын мемлекеттен басталады. Өйткені мемлекет тәрбиелі бала, өнегелі бала, тәртіпті бала, одан кейін өнегелі жанұя. Бұның барлығы, егер барлық жанұялар осындай болса, бізде мемлекетте тәрбиелі, саналы ұрпақ, құндылықтарға бай мемлекет болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл бір жағынан тек қана сайыс қана болмай, бұл жалпы тәрбиені, ұлттық құндылықтарымызды халықтың арасында насихаттау болып есептелінеді. Жас көп балалы отбасымын. Жасым 34-те, 6 балам бар. Жолдасым бар. Қазіргі таңда үйде осы балалардың бағып отырмын. Балалардың тәрбиесіне, бала күтімінде отырмын.